сыбайлас жемқорлықты жеңеміз, алдын аламыз. Сыбайлас жемқорлық бостан бос ақшаны шаша бермейміз. Мемлекет қызметшінің өзінің айлығы, өзінің атмосфералары бар, өзінің ағын-жығыны бар. Әрбір мемлекеттік қызметшінің бағынған мемлекеттік қызметті. Мемлекеттік қызметші өзі қателік жіберіп қалуы мүмкін, өзінің кәсіпқойлығы төмен болуы мүмкін. Соның кесірінен азаматтың арыз өтінішіне ол жаңағы кәсіпқойлығының төменділігінен, не болмаса өзінің бір ішкі дүниесі күйзеліске ұшырауы мүмкін. Мұндай жағдайларда кім зардап шегеді? Азамат зардап шегеді. Ол мемлекетке арыз бердім деп барады да, жаңа өзінің арызын жолдайды. Соның екі ортасында мемлекеттік қызметтің сапасы төмен болады. Ал егер біз жасанды интеллектке көшсек, жасанды интеллекттің әйелі жоқ үйінде сұрайды, маған шуба керек. Жасанды интеллекттің шырылдап жатқан балалары жоқ үйде. Жасанды интеллекттің маған iPhone керек, маған шуба керек, маған машина керек. Жасанды интеллекттің коттедж қажет емес. Жасанды интеллекттің тек қана мына алгоритммен жұмыс істейтін программа, интернет жүйесі, міне соны рейтинг программное обеспечение. Қызмет болды. Жасанды интеллект анау жемқорлық жолмен тендерден ұрласам, жесем, мынау жерді заңсыз берсем туған туысқандарыма, мынау жаңағы анаяқта субсидияны өзім туған тамыр туысқандарыма дотацияларды берсем деп ойламайды жасанды интеллект. Жасанды интеллект ол алгоритм болды. Міне ақыр әділетті Қазақстанға көшеміз десек, бұл салауатты Қазақстанға көшеміз десек, жемқорлық жоқ Қазақстанға көшеміз десек, біз жасанды интеллектіден бастауымыз керек. Көп адамдарға ұнамайды бұл сөз. Көп адамдарға ұнамайды. Көп адамдар айтуы мүмкін, Базарбек өзі мидан қашып тұр ғой дейді. Бірақ бәрібір де 20 жылдан кейін біз жасанды интеллектке көшуіміз керекпіз. Сонда үлкен реформаға көшуіміз керекпіз. Сөйтіп қана біз жемқорлықты балта шабамыз.